Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен бүгін осындай қатпарлы болған өте ерекше дәмді шығатын қаттама нанның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бір дана жұмыртқаның үстінен тұз, қант және жылы суымызды құйып, барлығын араластырып, еленген ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Барлық ингредиенттердің граммдары менен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Оны екіге бөліп 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды осылай жұқа етіп, аздап қана ұн сеуіп, жайып алатын боламыз. Осындай жұқа етіп жайып алдық. Оның үстінен өзімізге ұнаған кез келген сармайды ертіп, толықтай жағып шығамыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Майымызды толықтай жағып болдық. Оның үстінен ұсақтап туралған осындай көк пиязымызды барлығын салып, осылай оқтаудың көмегіменен орап алатын боламыз. Оралған қамырымызды осылай кесіп оқтауын аламыз да, екіге немесе үшке өзіміздің табамыздың формасына қарай бөліп аламыз. Мен екіге бөліп алдым. Осылай бөліп, рулет тәрізді етіп орап шығатын боламыз, екеуін екі бөлек. Мен біреуіне пияз салдым, екіншісін жай ғана осылай сармаймен жағып, осылай өзін орап шықтым. Осылай орап 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Тындырған қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. 24-22 сантиметрдей болады. Табаңыздың үлкен кішісіне қарай жұқа етіп жайып аламыз. Енді орташа отта қызып тұрған табамызға 1,5-2 ас қасықтай май құйып, осылай астын үстін кезектесіп ауыстырып, айналдыра отырып, қаттамамызды пісіріп аламыз. Көп май құюдың қажеті жоқ. Осылай 1,5-2 қасық жеткілікті болады. Қаттама нанымыз дайын. Өте дәмді, қытырлаған даусының өзі ерекше тәбет ашарлық. Салқын күнде ыстық қаттама жеген өте жақсы кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пиязбенен де өте ерекше дәмді шықты. Өзіме қатты ұнады. Міндетті түрде жасап комментарийге бөлісе кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.